Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл мен Айнабек. Бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге конкурс ұйымдастырып қойған болатынмын. Егер осы видеоның астына кемінде 5 комментарий жазып арнаға тіркелетін болсаңыз, келесі видеода 2000 теңге ұтып алатын боласыз. Достар, бүгінгі видеомызды біз бастап кетейік. Біз бүгінгі видеода Free Fire'дағы ең мықты аккаунттарды қарайтын боламыз. Оларға оценка беріп, минус-плюстар айтатын боламыз. Давайте видео лайктарын басып, арнаны қолдап кетеміз. Давайте біз видеомызды бастаймыз. Ебать, достар, біздегі бірінші аккаунт. Көріп тұрғаныңызды қолында 7-ші уровеннің ака драконы бар. Яғни бұл өте олд деп айта алмаймын, өйткені қайта шығарып тастаған бұның уже. Ал бұның көзіндегі олд макияж және де салты джекпот киіп алған екен бұрынғы. Пухабек киіп алған өте жақсы, фастер сет деп ойлаймын. Грандмастерде 7-ші орында тұр, жалпы эссенгі регионы бойынша 73-ші уровень, 49.000 очкосы бар, өте керемет. Бұландай задрот деп ойлап тұрмын, өзім 48.000 лайк почти, ебать. Мына аккаунтқа мен 10-нан 7 деген балды беретін боламын. Сіздер қанша балл бересіздер комментария бөлімінен жазып кетсеңдер болады. Бірінші аккаунтқа өзің мысалы бірінші аккаунт нүкте қоясың да, мысалы 5 балл беремін деп жазып кетсеңдер болады. Ал ендеше біз келесі аккаунтымызға кеттік. Бұл бізді келесі аккаунт AZN Albania, яғни Азербайджан деген елдің, Азербайджан дейтін елдің игровы екен. Бұның 81-ші уровень, 37.908 лайка бар. Бұл өте керемет деп ойлаймын. Өз басым міне пропустердің бәрін мұндай сап-сары білмеймін не екенін қазіргісін түсінбеймін қатты. Но міне қарап отқандарыңызда үстінде бадаласка мен сосын қолындағын аузына маскасын танимын, қалғандарын танымайды екен. Өз басым шынына керек айтайын, яғни міне 42.450 очкосы бар, грандмастер, яғни эссенгі регионда 12-ші орында ма тұр бұл пайде. Осы аккаунтқа мен 10-нан 6 деген бағаны берем. Бұл бізде 3-ші аккаунт, көріп тұрғаныңызда өте күшті эмоциямен келіп тұр. Ебайт, мына сетіне базар жоқ, аяғына жаңық мастермет, гранд мастермет, әтер соның аяқ киімін киіп алған екен, пұтына, яғни көп, ұқтап қалдым мен, не аталайтын, штаны ангал киіп алған екен, қолына золотой MP40, яғни бұл имбовый, яғни олдский MP40 деп өз басым санаймын, және де үстіндегі білмеймін, қашан шыққан аузында синий бірдеңе деген ұмытып қалдым мен. Басында оптический синий екен ғой. Ал басындағы бұл бізде көріп тұрғандарыңыздай жесткий мозгий прическа. Енді бұл аккаунтта 85-ші уровень, 54.582 лайк, ема ID-ні өзі әдемі сияқты одан пайде. 31.683 очкосы бар екен. Өте керек, 23-ші уровенде тұр екен. Грандмастер жалпы эссенгі регионы бойынша мен бұл аккаунтқа беретін бағам 10-нан 7 деген балды берем, өткені білмеймін неге екен. Ал ендеше келесі аккаунтқа кеттік. Бұл біздегі 4-ші аккаунт, яғни бұл аккаунт Grand Time дейтін гильдияның игрогының баласы екен. Неге бақ неге кіз, бұл пайде қазақ скваттың ба гильдиясының деп ойлағам өзім. Ринат деген қазақ бауырымыздың аккаунт екен. Оны 4 қолда түсінбедім, мен пропуск бар дым білмейді екен қазіргі шығып атқандарды. Но 47-ші уровендегі ака ұстап алған екен. Үстің бәрі сетінің бәрі қызыл, бірақ қолын ешін көк екен, мен түсінбедім. Но пайде аккаунты жақсы. Міне 75-ші уровень, 18.000 лайка бар екен. Но қалғандарына қарағанда нормально. Не қарасы қойды, атаңмен ойнама бала, атаң бәрін деп расы қойып дегенді. Осы аккаунтқа мен 10-нан 4 деген бағаны беретін боламын. Бұғау сөзіне мән бермейміз. Бұл қазақ баласының распортын аккаунты екен. Но келесі аккаунтқа кеттік. Let's go. Нау біздегі 5-ші аккаунт. Емес 6-шы. Осы аккаунтқа қарап отырсаңыздар, не байқап тұрсыздар, мен не байқап тұрғандарыңызды комментария жазып кетіңіздер деп сіздерді алдамай қояйын. Бұл аккаунтта сіздердің байқап тұрған жоқса, өткені бұл аккаунтта айта кететін нәрсе, қолындағы зеленый MP40
жаңа сарысын көрдік, енді жасылын көріп тұр. Бұтында бір 23 таңы келіп, үстіне азамның үсті, азамның прическасы, азамның несі, азамның түрсігі деген сияқты нәрсені бәрін киіп алған екен. Но мен қатты бағалай алмаймын, сетті өткен обычный сет, короче. Бұда 78-ші өремен 27.320 лайка бар, ебайт. 26.910 очкосы, яғни 49, яғни 49-ші уревенде де тұр, рәтта сен керекіні бойынша. Ал ендеше біз последний аккаунтты көруге кеттік. Мынау біздегі соңғы аккаунт, яғни бұл бір Айнабеков дейтін ютубердің аккаунты деп естігенмін. Міне неға жазып қойған екен біраз нәрселер. Такомын ғойы дейді, яғни бұл ғойы дейтін келеді болған секілді бұрын. Міне 65-ші уревен, міне 2448, ебать, задрот деп ойлап отырмын. 9159 очкосы бар енді. Бұны аккаунтты мен айта алмадым, достар. Міне осы аккаунтқа максимально түрде оценка беріп кетеміз. Достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Келесі видео қандай болған қалайсыздар, қандай аккаунттарға обзор түсіргенім қалайсыздар, немесе челленджі болсын, немесе барлығын түсіретін боламын. Есі қосында лайктарын максимально түрде басып қадана қолдап кетсеңіздер, келесі видеодағы жеңімпазды мен шығарып қоятын боламын. Әрине ол адамға мен адал түрде, әділ түрде 2000 теңгесін салып жіберемін. Өзім айтамын, салып кәсібін жаз деп, мен сіздерге чекті көрсететін боламын. Давайте.